Сәлем, бүгінгі біздің тақырыбымыз сүйікті ісің қандай? Бүгінгі сабаққа қатысты жаңа сөздермен танысайық. Футбол ойнау, теннис ойнау, жүгіру, суда жүзу, шаңғы тебу, билеу, велосипед тебу, коньки тебу. Ендігі тапсырма. Бұл жүгіру ме, суда жүзу ме? Дұрыс, бұл жүгіру. Бұл билеу ме, теннис ойнау ма? Иә, бұл теннис ойнау. Бұл коньки тебу ме, шаңғы тебу ме? Дұрыс айтасың, бұл коньки тебу. Бұл билеу ме, жүгіру ме? Иә, бұл билеу. Бұл велосипед тебу ме, суда жүзу ме? Бұл суда жүзу. Сәлем, Айжан. Сәлем, Асан. Қайдан келе жатырсың? Достарыммен ауылымда футбол ойнап келе жатырмын. Сен ше? Мен суда жүзу үйірмесінен келе жатырмын. Тағы қандай үйірмеге барасың? Би үйірмесіне барып жүрмін. Сен қандай үйірмеге барасың? Мен теннис және футболға барып жүрмін. О, теннис ойнаған маған да ұнайды. Онда ертең менімен бірге теннис үйірмесіне жүрсеңші? Келістік, ертең кездескенше. Сау бол. Диалог бойынша сұрақтарға жауап бер. Асан достармен коньки теуіп келе жатыр ма? Жоқ, Асан достармен футбол ойнап келе жатыр. Айжан суда жүзу және би үйірмесіне барып жүр ме? Иә, Айжан суда жүзу және би үйірмесіне барып жүр. Айжан футбол ойнағанды ұнатады ма? Жоқ, Айжан теннис ойнағанды ұнатады. Бұл Геннадий Головкин. Ол әлемге әйгілі боксшы. Геннадий кішкентай кезінен футболды ұнатқан. Геннадий 37 жекпе-жекті өткізіп, 37-сінде де жеңіске жеткен. Оның 3G атты фирмасы бар. Геннадий Головкин күніне 3 рет жаттығады. Алғашқы жаттығуы таңғы сағат 7-де басталады. Ақпараттың дұрыс-бұрыстығын анықта. Геннадий Головкин әлемге әйгілі боксшы. Дұрыс. Ол күніне 4 рет жаттығады. Жоқ, ол күніне 3 рет жаттығады. Геннадий алғашқы жаттығуын таңғы сағат 7-де басталады. Дұрыс. Геннадий алғашқы жаттығуын таңғы сағат 7-де бастайды. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау бол.